7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бастап ел күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мерекелер пайда болды. Солардың бірі ел аумағы мен оның тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскери күштердің отан қорғаушылардың кәсіби мерекесі. Отан қорғаушылар күні Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңында көрсетілген 9 ресми мерекенің қатарына кіретін мемлекеттік мереке. Бұл күні 1992 жылы Қазақстан президенті Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойды. Бүгінде Қазақстан Республикасы отан қорғаушылар күні мемлекеттік мереке және күнтізбеде ресми түрде демалыс күні ретінде белгіленген. Сондай-ақ мерекенің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының тиісті заңында бекітілген. 7 мамыр отан қорғаушылар күні туралы ел білмейтін деректер. Қазақстан Республикасы отан қорғаушылар күні қалай атап өтіледі? Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бастап ел күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мерекелер пайда болды. Солардың бірі ел аумағы мен оның тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскери күштердің отан қорғаушылардың кәсіби мерекесі. Отан қорғаушылар күнінің тарихы жайлы не білеміз? Бұл күн елдің қауіпсіздігі мен оны қорғауды, сондай-ақ тәуелсіздікке қауіп төнген сәтте кез келген сыртқы агрессиядан қорғап, бейбіт өмірді қамтамасыз ете алатын барлық әскери қызметші мен тыл қызметкеріне арналған. Осыған орай ел тұрғындары барлық ер азаматты осы атаулы күнмен құттықтайды. Отан қорғаушылар күні Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңда көрсетілген 9 ресми мерекенің қатарына кіретін мемлекеттік мереке. Сонымен бірге атаулы күннің қоғамдық саяси мәні де бар. Бұл күн не себепті 7 мамырда атап өтіледі? Бұл күні 1992 жылы Қазақстан президенті Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойды. Бүгінде Қазақстан Республикасы отан қорғаушылар күні мемлекеттік мереке және күнтізбеде ресми түрде демалыс күні ретінде белгіленген. Сондай-ақ мерекенің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының тиісті заңында бекітілген. Қазақстан Республикасының қарулы күштері өзінің даму тарихында бірқатар кезеңнен өтті. 1992 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылуы, бірінші қорғаныс министрінің тағайындалуы, әскери ант қабылдау және шығыс әскери округін құруды бастау. 1993-1998 жылдар мемлекеттік шекара, әскери міндет және қызмет туралы заңдарды қабылдау, әскери доктринаны бекіту, қарулы күштердің түрлерін, шекара қызметін құру. 1999-2002 жылдар реформалар, кадрлық өзгерістер және екінші әскери доктринаны бекіту. 2003-2013 жылдары әскери қуатты күшейту, әскери күштердің негізгі үш түрге көшудің басталуы, әскерилердің жаңа түрі мен жаңа басқару органдарын құру, жаңа әскери доктрина және жаңа әскери техниканы сатып алу және оны өндіру. 2014-2016 жылдар қорғаныс қуатын күшейту, кадрлық ауыс түйістер және аумақтық әскерлерді құру. 2017-2020 жылдар Қазақстан Республикасының стратегиясынан кезең-кезеңмен жүзеге асыру. 2021 жылдан бастап Қазақстан Республикасы қарулы күштері нығая түсті. Сондай-ақ түрлі халықаралық жобаларға қатысып елді бейбітшілігін сақтауға өз үлесін қосып келеді. 2022 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің арнайы операциялары күштері қолбасшылығын құру туралы жарлыққа қол қойылды. Мерекенің маңызы. Қазақстан Республикасы отан қорғаушылар күні мемлекеттік деңгейде түрлі ұжымдар мен отбасында атап өтіледі. Қазақстан әскерінің жоғарғы мәртебесі арқасында ел әскерінің күш қуаты берік әрі мемлекеттік қарулы күштерді нығайту және дамытуға баса мән береді. Қазіргі таңда елде әскери реформа тұжырымдамасы ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік әскери құрылыс бағдарламасы да бар. Әскер қолбасшылары оның құрылымы мен әскерилердің кәсіби білігін арттыру бағытында бірқатар шараны қолға алды. Ел үкіметі әскери қауіпсіздікті күшейту саясатын бірнеше бағытта жүргізіп отыр. Ресеймен әскери саяси альянс, НАТО және әлем елдерімен бірлесе жұмыс істеу, НАТОға мүше бірқатар ел мен Қазақстанмен байланыс орнатқан әріптес елдерді саясат пен қауіпсіздік мәселелерін шешу үшін біріктірілген Еуро-Атлантикалық әріптестік кеңесі, бейбітшілік үшін серіктестік екі жақты әскери ынтымақтастық бағдарламасы. Елде әскери қызмет беделінің артуына бірқатар шара қолға алынып, көптеген ер азамат осы салаға көптеп бет бұрып жатыр. Бүгінде отан қорғаушылар күні қазақстандықтар үшін маңызды, айтулы және сүйікті мерекесіне, ал қарулы күштер бейбіт күннің символына айналды.
Отан қорғаушылар күнін атап өту ерекшеліктері мен оған қатысты салт-дәстүрлер. Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылған күннен бастап елде жыл сайын мерекеге орай түрлі іс-шаралар өтеді. Қазақстанда отан қорғаушылар күнін кімдер атап өтеді? Отан қорғаушылар күнін Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің құрылымындағы барлық құрылым мен мекеме өкілдері атап өтеді. Ресми түрде оның құрамына мына бөлімшелер кіреді: әскери басқару органдары, қарулы күштердің барлық түрі, әскери оқу және әскери ғылыми мекемелер мен ұйымдар, жұмылдыру кезеңінде қарулы күштер құрамына енетін барлық бөлімше. Сонымен бірге бұл күн әскерге қатысы бар әр азаматтың отбасында атап өтіледі. Десе де, Қазақстан халқы бұл айтулы шараға біртіндеп келе бастады. 7 мамырды мереке ретінде атап өту Қазақстан тәуелсіздік алған 1991 жылдан басталды. Әскер қатарында жүрген әр азаматтың ел үшін еткен ерен еңбегі ешқашан ұмытылмайтыны анық. Сол себепті бұл күнді бұрынғы әскери қызметкерлер де, қарулы күштердің ардагерлері де атап өтеді. Айта кетерлігі, әскери қызметкерлердің арасында әйелдер де көп. Қазақстан Республикасының әскері мен армия қатарында мыңдаған әйел қызмет етеді. Олар ерлермен бірге өз елі мен жерін қорғауға қашанда дайын. Отан қорғаушылар күннің ел тұрғындарын патриоттық сезімін арттырып, әскери қызметтің рөлін күшейтуде маңызы зор. Сол себепті республика армиясы нығайып, Қазақстан аспаны мәңгілік ашық аспан болсын деп тілейміз. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.